Армысыздар оқырман қауым. Біз Бақытболаттар отбасы, облыстық оқырман отбасы жобасы аясында бізге ұсынылған 4 автордың шығармасын оқып, аяқтап, сіздердің назарларыңызға ұсынылғаны отырмыз. Сайын Мұратбеков «Жабайы алма». Сайын Мұратбеков «Жабайы алма» повесі соғыс жылдарында ауыл өмірі, ауыр тұрмыс, қажырлы еңбек, соғыс тауқыметін сөз етеді. Жазушы бұл шығарма арқылы шынайы махаббатты, зұлымдық пен мейірімділікті, жауыздық пен адалдықты суреттейді. Жабайы алма деп аталатыны оқиға желісі Алматы облысы Алмалы деген жерде өрбиді. Өздері аш құрсақ жүргенде балалар тау бөктеріндегі жабайы алмадан қарын тойдырып соған мәз болады. Піспеген ақ алманы қарш-қарш шайнап соған қанағат тұтады. Кейін бұл алма ағашының үстін алма алам деп Сыпатай деген бала құлап қайтыс болады. Осыдан кейін балалар алма ағашына қайтып бармайды. Балалардың балалық шағы осымен аяқталғандай болады. Олар ауыл адамдары секілді ауылдың ауыр тірліктерін жасайды. Ішінде бір түйір еті бар, бір кесек көже үшін таңнан қара кешке дейін егін басында арамшөп жоқ, қыстың қара суығында өгіз арбамен жаяу шөп тасиды. Оқиға майдан алаңынан аман-есен үйіне оралмаған бірінің әкесі, бірінің ағасы, бірінің баласынан қаралы хабар алумен өрби береді. Бір күндері ауылға жарақат алуына байланысты Рысбек есімді жігіт қайтып келеді. Рысбек аман-есен үйге оралды. Енді елге бір ер адам болсын, қамқор болатын болды деп ауыл болып қуанды. Алайда оның халыққа тек қана кестік тиді. Мен қиналып Қанат пен Нәзираның әкелерінен келген қаралы хабар болды. Балалар әкелерінен қайтып үйге оралмайтынын естіп қатты күйзеледі. Ауыр тағдырдың сынағы бұнымен бітіп қалмады. Аналары құрман басында қайтыс болады. Нәзираның сүйген жігіті Тоқтар соғыстан қайтып оралмады. Маған қатты ұнаған кейіпкер Нәзира. Ол 7 сыныпты аяқтаған соң қорғансыз бауырлары әжесі мен анасы үшін сабақтан шығып, соқа ұстап, жер жыртып, таңнан қара кешке дейін өгізге шөп артып, қайсарлықтан қана. Тапқан бір түйір дәні бауырларына берсе, бір түйірін майданға жіберіп отырған. Жабайы алма шығармасы 1941 жылдан бастау алып, 1945 жылы 9 мамыр жеңіс күніне дейін сыр шертеді. Шығарманы оқып болған соң, біз бақытты, бейбіт заманда өмір сүреді екенбіз деген ойға келдік. Келесі оқыған шығармамыз Дулат Исабековтың «Дермене» әңгімесі. Жазушының қай шығармасын алсаңыз да, тілі шырайлы, сөзі орамды, түйдек эпитеттер мен метафоралардан тұрады. Қара қарғаның миы қайнайтын шаңқай түс. Жолдың май топырағын бассаң, табаның күйеді. Аптаптан бас сауғалап, көлеңке астында 2 адам жатыр. Бірі атасы, бірі 13-14 жастағы немересі. Жазда дермене орып, күзде үкіметке өткізесің. Қыруар ақшаның астында қаласың дегенді естіген Тоқсанбай қарт қолына кетпен алғанды жөн көреді. Кетпен ұстамай қайтсын. Жалғыз ұлы мен келіні жол апатына ұшырап қаза табады. Жалғыз ұлын кие атты ма деп ойлайсың. Себебі олар киік атып жүріп, қайтар жолда шынжыр табан тракторға соғылып, тіл тартпай қайтыс болып кетеді. 4 ұлын соғысқа берген Тоқсанбай қарттың бұл жалғыз тұяғы еді. Содан қалған жалғыз ұл немересі Ергеш. Тоқсанбай қарты ұлы қайтқан соң 8 ай төсек тартып жатып қалады. Алайда кеудесінен жаны шықпаған соң немересін жеткізу үшін аптап ыстыққа қарамай ауыл адамдарымен бірге дермені оруға кетеді. Оқиға қарт пен немересінің жанына Омаш деген еңгезердей тұрпатынан адам шошырлық ер адамның келіп дермене терісуінен бастау алып шарықтай түседі. Омаш
ауыл адамдарынан арба мен есек ұрлап келіп, түнімен елдің адал терімен ұрған дерменесін ұрлайды. Кейін шал мен балаға да ұрлық жасауға мәжбүр етеді. Амал жоқ, қарт пен бала озбыр омаштың серіктестеріне айналады. Бір күні қарт немересін алып қашпақ болады. Алайда омаш баланы ұстап алып соққыға жығады. Қарт еріксіз көнеді. 3 ай өтті. Бастапқыдағы уәде бойынша қаражат теңге бөліну қажет болатын. Дермене өткізіп ақшаны әкеп берем деген омаш уәдені үйіп төгіп қалаға кетіп қалады. Ақша беретін күні омаш ізім қайым жоғалып кетеді. Ертеңгісі келіп, мен ақшаны ұрлатып алдым деп өтірік айтып, бір тиын да бермейді. Маған қатты әсер еткені, қалаға барып келіп велосипед аламын, әжеме базарлық апарамын деген бала үмітін омаш деген дүние қоңыз адам сөндіреді. Бала еденге екпеттеп жатып, жылағанда қатты жаным ашыды. Себебі ергештің еш кінәсі жоқ. Ол жаз бойы үлкендерден қалыспай жұмыс істеді. Атасы адал еңбекпен келмеген ақшаның бәрібір ас болмайтынын айтып, еңсесін түсірмей немересін ертіп кетіп қалады. Омаш болса 70 жастағы қартпен қашыдай баланың жаз бойы еңбегін жеп қойғанына өкінгенмен дүние қоңызды оны жібермеді. Көңіл деген демдері шай секілді, бір суыса қайта жылыту қиын. Сол себепті де адамның көңіліне қалдыруға болмайды. Шығарма түйіні адалдыққа, біреудің ала жібін аттамауға, адамзат баласына қиянат жасамауға тәрбиелейді. Біздің отбасымызбен оқыған шығармаларымыздың бірі Сафуан Шаймединовтың «Өмір нұры» әңгімесі. Бұл әңгіме тіпті қызық. Отасқандарына 12 жыл болған бір отбасы кішкентай ғана көркеде үйден өркениет төріне қалаға 2 бөлмелі үйге қол жеткізеді. Олар сондай тату-тәтті өмір сүреді. Үйлерін жаңа заманауи жиһазбен толтырып тастайды. Отанасы Шәмшігүл ас үйіне соңғы үлгідегі пианиноны да қойдырады. Олар тіпті осыншама дүниені керек пе, керек емес пе оған мән бермей ала береді. Үйдің іші жиһазға толып, тіпті жүретін жер қалмай қалады. Күндердің күнінде Шәмшігүл дүниеден де артық бір нәрсенің бар екеніне көз жетеді. Ол бала. Бала асырап алуға балалар үйіне барып, балаларды таңдайды. Сонда жолдасы өзіне қарап тұрған Болат есімді баланы асырап алады. Осы сәттен бастап дүниесі құрсын, 12 жыл туған үйшігіме барып тұруға да дайынмын. Тек мен әке бақытымнан айырылмастан болды деп ойлайды. Шығарманың идеясы өмірдің нұры бала. Келесі шығарма Мариям Хакимжанованың Мәншүк поэмасы. 1941 жылы өрімде қазақ жастары соғысқа аттанғанда Мәншүкте барғысы келеді. Отан қызға да, ұлға да ортақ. Мен неге өздеріңді қорғамасқа деген ой оның мазасын алады. Ол өзінің анасынан рұқсат сұрайды. Ана көңілі қаршыдай қызым, қан майданға қайдан қисын? Менің сенен басқа кімім бар деп қызын қимайды. Алайда Мәншүк баруға шешім қабылдайды. Ол қан майданда менің елді қорғайтын ағам не бауырым жоқ. Сондықтан мен өзім барамын дейді. Солайша анасы батасын беріп шарып салады. Автор Мәншүктің майданға аттанғаны туралы былай суреттейді. Дос сүйініп, дұшпан жаны күйінді, қош ботам деп тау желкені үйірді. Өксіп жылап, күміс солар бұлақтар, бұйра талдар тәжім етіп елді. Поэманың соңында Ревельді азат еткен батыр Мәншүк соғыс майданында көзсіз ерлігімен қаза табады. Бұл шығарма бізді батыл, өршіл, рухшыл болуға тәрбиелейді. Сіздермен болған бақыт болаттар отбасы. Кітап адамның сан дүниесін байытатын асыл қазына. Сіз де өз отбасыңызбен кітап оқыңыз. Назарларыңызға рахмет.